Сол сұхбаттың барысында Күлген туралы айтылып кетті. Егер Күлген жұмыс жасаған уақытта қазынаға 1 триллион ақша түсу керекті еді деп кетті ол кісі. Бірақ ол қаражаттардың барлығы белгісіз бір жерлерге кетіп қалғанын айтты. Енді осы туралы бұны болашақта зерттеуге мүмкіндік бар ма? Ол Дидар Исмағұлов шынымен айтты ма? Бұл ақпарат қаншалықты шынайы деп ойлайсыз? Енді жалпы Дидарды өзім өте білікті, білімді және Қазақстандағы жемқорлықпен тек қана мемлекеттік органдар емес, жекелеген біздің азаматтарымыздың да бірігсе, адал азаматтар бірігсе, бірігіп те талай жемқорлық фактілерін бетін ашуға болатын, және онымен шынайы күресуге болатын дәлелдеп жүрген бір үлкен атпал азамат деп бағалаймын өзім, біріншіден Дидарды. Екіншіден, бұл фактілер жалпы Нартай Аралбау YouTube каналында емес, бұған дейін де 1-2 рет ол айтқан тұғын. Бұл жерде әрине нақты цифр айтылды, нақты сан айтылды, және бұл жер сату мәселесіне қатысты екен айтылды. Одан кейін де бұл фактілерден де Дидар өзі жемқорлық қарсы күрес агенттігінде де жұмыс істеген азамат, сондықтан ол беталбаты дерек ақпарат бермейді деп ойлаймын. Және аталған мәселелерге қатысты өзінің тиісті деректері бар екен, тиісті құзырлы орындарға оның барлығын беріп жатқан, жұмыстарын жатқанын айтты. Осы айтылған мәселелерге қатысты әліптің артын бағу керек деп санаймын. Бір екіншіде өзіңіз сұхбатты естігенде, егер де менің тарапымнан депутат ретінде қандай да бір мәселеге атсалысып қажет болса, мен оған 100% дайынмын дедім. Өйткені біз жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан дейтін болсақ, және заңның алдында бәрі ортақ дейтін болсақ, біз бұрынғы шенеунік, бүгінгі шенеунік демей, немесе фамилияға әкесінің атына қарамастан кім заңды бұзды, кім қаржыға қол сұқты, соның бәрін жазалауымыз қажет деп санаймын. Соңғы бір сұрағым қалды жаңаға Күлгенов туралы. Сол Дидар Исмағұлов айтып отыр, Күлгеновтың енді 1 триллион ақшаны жан-жаққа жіберген, оны дұрыс жұмсалмаған. Сол кісімен сіз айтып отыр, сол кісі ақпаратты шынайы береді дедіңіз. Депутат ретінде сол кісімен бірлесіп, сол ақпараттардың бәрін жарыққа шығарып, қылмыстық іс қозғалуына өзіңіз себепкер бола аласыз ба? Енді мен жаңа сізге айтып өттім ғой, Дидарға сол сұхбаттың өзінде де мен өзім айттым, қандай да бір депутат ретінде менің тарапымнан, менің құзыретіме кіретіндей жәрдем қажет болса үнемі дайынбыз дедім. Және бұған дейін де біз Дидар Исмағұловпен әріптес ретінде азаматтық қоғамдағы өте белсенді және айтқанын дәйекті, дәлелді түрде жеткізе алатын азамат ретінде жұмыс істеп келе жатырмыз. Бірге ақылдасып, кеңесіп келе жатырмыз. Білікті, білімді азамат ретінде. Енді оның білімі мен біліктілігіне ешқандай күмән жоқ. Сондықтан алдағы уақытта да бұндай мәселелерге қатысты жекелеген жаңа азаматтардың құзыреті жетпей жататын болса, немесе тиісті тергейтін органдардың қандай да бір түсініксіз әрекеттер орын алатын болса, және әділетті шешім қабылдауға қандай да бір мемлекеттік органдардың кесе-көлденең тұратын жағдайлар орын алатын болса, әділеттіктің орнауына жанымыз салып қызмет етуге дайынбыз. Күлгенов ескі Қазақстанның өкілі ретінде тағайындалған әкім ғой. Ал егерде ол қызметінен кетіп, жаңа қаржы махинациясына байланысты, тағы да басқа мәселеге байланысты қызметінен кетіп, әлі күнге дейін жауапқа тартылмай жатса, бұл әрине ескі Қазақстанның ықпалынан туып отырған дүние деп осылай қитұрқы деп бағалау керек оны. Оған себепкері болып отырған Назарбаевтың отбасы ма деп ойлайсыз ба? Мен айтып отырмын ғой, ескі Қазақстан ол Назарбаевтың айналасы болуы мүмкін. Ол бәлкім Бауыржан Байбектің ықпалы мүмкін. Басқа да ескі Қазақстанның жаңағы билікте отырған болған ықпалды адамдары, фигуранттары бар ғой. Солардың ықпалы болуы мүмкін. Қылмыстық іс тек қана ол тыныш жатқан шенеуніктерге қатысты емес, бар шенеуніктерге де қатысты қозғалмай жатыр. Сондықтан оны егер жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің қызметкерлерінің уәждері болатын болса, дәлелдері болатын болса, міндетті түрде қозғалу. Кеше бізде комитет отырысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің төрағасының орынбасары болды. Ол кісіге Түркістан бойынша айттым, бізде дәлел бар, біз сіздерге айтып отырмыз. Неге іс қозғалмайсыздар десе, сіздер бізге қағаздарды әкеліп беріңіздер. Жақсы қағаздарды апарып берейін, оның нәтижесін күтейік. Сол сияқты шығар мүмкін біреуге сылтауратып отырған шығар. Қағаз жоқ, анау жоқ, анау жоқ.